Сәлем достар, сіздермен бірге Мақсат Тұрсынбайұлы, никнейм Джем Макс. Армансыз адам қанатсыз құспен тең. Армандаймыз. Бәріміз де армандағанды жақсы көреміз. Ол армандарымыз орындалып та жатады, ал кейде қарбалас тіршілікте ұмытылып та кетеді. Тілек, арман, мақсат ойша және ауызша айтылғаннан гөрі қағазға жазылып бекітілген дұрыс. Сол кезде армандарымыз тезірек орындалады. Көп кешікпей күнтізбелік жылда аяқталып келеді. Жаңа 2020 жылы бәріміз бір-бірімізді құттықтап, жаңа жылға тілек тілеп жатамыз. Солай емес па? Менің айтар тақырыбым осыған байланысты. 100 тілек, 100 желаний. Жаңа жыл қарсаңында желтоқсан айының соңғы күндері шамасы 21-26 аралығында 100 тілек жазу дәстүрі бар. Өз басым 2-ші жыл қатарынан жазып отырмын. Алғашында 100 тілекті жазу оңайға соққан жоқ, оның 77-сін жазып үлгердім. Әрине, басында сенгенім жоқ, бірақ Алланың қалауымен біраз армандарым орындалды. Кіші арман тілектерімнің біреуі осы таудың басындағы көкжайлауға шығу болатын. 5-6 жылдан бері армандап жете алмай жүрген едім. Сөйтіп, сәуір айында жеттім. Атанам 60 жылдан аса Алматыда тұрса да, осы біздің Бау дейді ғой, үлкен Алматы өзені, соған шықпаған екен. Сөйтіп, армандарым тілектерінің біреуі атанамды апарып көрсеттім. Жаңа Huawei телефон алам деп жазып едім, бірақ Xiaomi телефонның ең соңғы үлгісіндегі 3 камералық смартфон алдым. Дубайға love story түсірем деп жазған едім. Сөйтіп жаздың бір күні ғашықтардың отаны Парижге 2 күнге love story түсіріп қайттым. Осылай біраз армандарым орындалды. Менің каналыма тіркеліп, осы видеоның астына лайк басуды ұмытпаңыздар. Енді 100 тілек жазудың өз тәртібіне көшейік. Бірінші, жаңа айтып кеткендегідей, желтоқсан айының соңғы күндері болу керек. Екінші, тып-тыныш, сізді мазаламайтындай бөлме қажет. Және де оған лайықты уақыт таң немесе түн. Және де қасыңызда ешбір гаджет, телефон болмау керек, немесе өшіріліп тұру керек. Үшінші, A4 қағаз, дәптер немесе мынандай блокнот болуы тиіс. Төртінші, көңіл күйіңіз көңілді және тамаша болу керек. Бесінші, балаша армандаңыз, шек қоймаңыз, бәрін жазыңыз. Алтыншы, лажы болса ұзатпай бір күнде жазған дұрыс. Жетінші, осы шақпен жазыңыз. Мысалыға, мен 11-ші iPhone аламын. Менің айлығым 500 000 теңге болады дегендей. Сегізінші, визуализация. Көз алдыңызға елестетіңіз. Тоғызыншы, жазған 100 тілегіңізді ешкімге көрсетпеңіз. 100 тілек категориялары. Денсаулыққа байланысты. Мысалға, мен 5-10 килограмм азамын. Фитнеске жазыламын. Идеалды спорт дене пішімім болады. Қарым-қатынасқа байланысты. Мысалға, сіз бойдақ болсаңыз, үйленемін, тұрмысқа шығамын. Болмаса, сәбилі боламын дегендей. Материалдық жағдай. Менің шотымда 5-10 миллион теңге бар. Мен 2-3 қабатты үй аламын. Хоббиге байланысты. Мысалға, мен биік тауға шығамын. 10-20 кітап оқимын. Домбыра үйренемін. Болмаса, суда жүзу үйренемін. Ойға не келеді? Бәрін ретсіз жаза беріңіз.
Осы 100 тілек тақырыбына ой пікірлеріңізді астына комментарийге қалдырып отырыңыздар. 100 тілектің орындалуы. Ең бастысы әрекет етіңіз. Қаңтар айы басталған соң сол 100 тілегіңізді оқып шығыңыз. Қойған мақсаттарыңызды мүмкіндігінше күнге, аптаға, айға бөліп шығыңыз. Сөйтіп әр орындалған тілектеріңізді сызып шығыңыз. Бары осы. Назарларыңызға рахмет достар. Келе жатқан 2020 жылы елімізге тыныштық, бейбітшілік әкелсін. Барлықтарыңызға денсаулық, ұзақ ғұмыр тіледім. Алға қойған тілек, арман, мақсаттарыңыз орындала берсін.